Сәлем баршаңызға, сіздермен Гаухар. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі жұмсақ молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Үй температурасындағы сары майымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Бәрін бірге араластырып, үстіне разрыхлитель мен ұнымызды қосамыз. Бәрін бірге біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай масса шығу керек. Диаметрі 18 сантиметрлік табамызды алып, пергамент қағазын қойып, осылай форма жасап аламыз. Бізде осындай формалар шықты. Барлық пергамент қағазымызға 2 ас қасық массамыздан құйып, барлығына біркелкі ғып жағып шығамыз. 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. 33% салқын сливкимізді шамалы араластырып, үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Шамалы араластырғаннан кейін салқын творожный сырымызды қосып, бәрін біркелкі ғып араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Корждарымыз осылай сарғайып пісуі керек. Барлық корждарымызды суытып аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Мен осылай үнемі кольцоны пайдаланамын. Сіздерде бар болса, осылай істесеңіздер болады. Осындай кольцода тортыңыз мінсіз әрі тегіс болып шығады. Тортымыздың бетін пленкамен жауып, 1-2 сағатқа салқындатып аламыз. Енді тортымызды кольцодан шығарып, тегістеп, бетін әрлейміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен осылай әрледім. Міне біздің сүтті қыз тортымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады.